Қазақстан жаңалықтары. Қазақстанда жасөспірімдерге арналған тағы бір вакцина тіркелді, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. COVID-19-ға қарсы Спутник М вакцинасы 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған. Қазақстан жаңалықтары. Елордада 22 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылады, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласында жұмыссыздық деңгейі ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша 4,6% құрайды. Бұл республикалық деңгейден төмен. Қазақстан жаңалықтары. Егов Мобайл қосымшасының цифрлық құжаттар сервисінің арқасында Қазпошта акционерлік қоғамының клиенттері енді жеке басын куәландыратын құжаттың цифрлық аналогы бойынша сәлемдемелерді қабылдап жібере алады, деп хабарлайды Елорда инфо сайты.